Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біз бүгін тағы да нағыз ұбытта келіп жатқан кейбір есептердің шешілу жолдарын талқылайтын боламыз. Бірінші есеп x плюс y тең 5 болса дейді, 4x плюс 4y-тің мәнін табуымыз керек екен. Бұл өте оңай есептер қатарына кіреді. Бұл жерде теңдеу қасиеттерін білуіміз керек. Бұл жерде x плюс y-іміз 5-ке тең болатын болса, мына жақта 4x плюс 4y дегеніміз неге тең болады? Екеуінде де коэффициент 4-ке тең болғандықтан 4-ті жақшаның сыртына шығарып тастауымызға болады. 4-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, мына бетте x плюс y қалады. Түсінікті ғой? Мына екеуіне де 4 болғандықтан 4-ті жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Сол кезде 4x 4-ке бөлсек x, 4y 4-ке бөлсек y қалады. Яғни мына мәнге ие болды. Енді біз білеміз, нені білеміз? X плюс y-іміз 5-ке тең екендігін білеміз. Олай болса, мына жақта 4x плюс y-іміздің орнына не деп жазуға болады? Мына 4-тің өзін жазамыз. 4 көбейту x плюс y-тің орнына не істейміз? 5-ті әкеп қоюымызға болады. Өйткені x плюс y-іміз 5-ке тең. Сол кезде 4 көбейту 5 болады тағын, ол тең болады 20-ға. Яғни, мына өрнектің мәні бізде 20-ға тең болады екен. Қораптың ұзындығы 50 см, ені 40 см. Оны алдымен сұр қаптамамен қаптады да, сыртынан қызыл лента орады дейді. Лента ұзындығы 300 см болса, байланған жерін есепке алмағанда сұр қаптаманың ауданын табуымыз керек екен. Оны табуымыз үшін бізге бірінші мәліметті жазып алуымыз керек болады. 50 см. Ұзындығы 50 см. Ұзындығы мынау деп алайық. Былайына 50 см ұзындығы. Ал ені 40 см екен. Биіктігі берілмеген, биіктігін x деп алайық. Биіктігі x болсын. Енді осы лентаның общий ұзындығы 300 см тең екен. Енді біз лентаны қарастырайық. Бүйір қабырғалар, яғни мына жерден айтамыз, бүйір қабырғалар деп. Бұяқтан бір-бір реттен өткен, әр жағында бір минус, былай айтқанда, минус тігінен былайынан жүрген. Ондайдан нешеу бар? Бізде бүйір жағы 4-еу бар, 4 оған қосылады. Сосын үстінде қораптың үстінен қараған алайық. Үстінен қараған кезде былай тіктөртбұрыш болып тұрады. Былайынан бір жүрген біздің лентамыз, былайынан бір жүрген дағын, мына ортасы былайынан гүл болып оралған, байланған. Байланған жерін есептемейміз дейді. Байланған жерін есептемейтін болсақ, бізде осылай плюс болып тұр. Үстінен қарасақ та, астынан қарасақ та осылай плюс болады, Былайша айтқанда, бір беті, бір жағында 2 лента жүрген былайынан. Енді соларды есептейтін боламыз. Есептеген кезде біз былайынан алайық, 50 дейді. Былайына 50. Значит, былайына жүрген лентамыз 50 см бір кеткен, астында да тура осылай жүреді ғой, Сол кезде 50-ден 2. 2 болады. 2 жерде 50. Не үшін екендігі түсінікті ғой, Үстінен бір рет жүреміз, астынан бір рет тартамыз лентаны. Сол кезде 50-50-ден общий неше кетеді? 100 см лента кетеді. Сосын оған қосамыз. Енді былайына плюс етіп алайық, Үстінен. Енді наоборот, былайына жүрейік. Бұл енді мына жағына 40 болғандықтан 40-тан біреу үстінде, 40-тан астында біреу болады. Тағы да 2 жердегі 40 деп аламыз. Не үшін екендігі түсінікті ғой, 40-тан 2 бар. Үстінде бір рет тартамыз бұлайна лентаны, астынан бір рет тартамыз. Сонда 40-тан 2 80 болады. Сосын оған қосамыз мына бүйір қабырғаларынан тартылған ленталар санын. Бұлар бүйір қабырғалар нешеу бар? 4-еу бар, Әр қайсы қабырғасынан 1, 2, 3, 4 деп санайтын болсақ, 4 болар екен. 4 штук бар. Олардың әр қайсының ұзындығы нешеден? Білмейміз оны. X деп аламыз. 4x деп аламыз. Сөйтіп тең болады общий. Сол кезде осылардың барын қосып шығатын болсақ, бізде кеткен лентаның общий ұзындығы келіп шығады. Бізде общий ұзындық неше деп берілген? 300 деп берілген екен. 300-ге теңестіреміз. Теңдеу қалай шыққан түсінікті ғой, Түсінікті болатын болса, мына жерден мыналарды көбейтіп салайық. Мынау 100 плюс мынау 80 плюс
4х тең болады 300-ге болса, 100-ге 180-ді қоссақ, 100-ге 80-ді қоссақ 180, 300-ден 180-ді азайтатын болсақ 120 болады, я? Х-ымыз сол кезде болады 30-ға. 30-ға тең болар екен. Яғни біздің биіктігіміз, қораптың биіктігі 30 сантиметрге тең екен. Түсінікті ғой, балалар? Түсінікті болатын болса, мұны өшіре салайық. Түсінікті болса, енді біз сұр қаптаманың ауданын табуымыз керек. Сұр қаптаманың ауданын табуымыз үшін біз үш бетінің ауданын тауып алуымыз керек болады. Бірінші мына бетін табайық, мына жердің ауданын табайық. Оның ауданын табуымыз үшін мына бет 50, мына бет 30. Бұны S1 деп алайық. S1. S1-ді табуымыз үшін тіктөртбұрыштың ауданын қалай табылатын еді? Формуласын жазып қояйық. Мына жерге S тең A көбейту B, яғни енін ұзындығына көбейтеміз. 50-ді көбейтеміз 30-ға. Үш жерде 5-іміз 15 болады тағын, соңына 2-0 қосылады, 1500. Енді S2-ні табайық. S2 деп мына бетін алайық. Мынаған алайық, S2 деп. S2 деп қояйық. Ол тең болады, енді тағы да солай 40-ты көбейтеміз, енді 30-ға. Тең бұл 4 жерде 3-іміз 12, соңына 2-0 қосатын болсақ, 1200 болар екен. Мына жерін бөліп қояйық. Қызылмен бөліп қоя салайық. Мына шатасып қалмаңдар. Мына бөлек, мына бет. Мына беті бөлек. Енді S3-ті алайық. S3-іміз тең болады бізде. S3-іміз үстін алайық. Үстінгі. Үсті или асты деп ала берсек, разница жоқ. Үстін алайық. Үстіде мына беті 40, мына беті 50-ге тең. Сондықтан 50-ді көбейтеміз 40-қа. Тең болады. 5 жерде 4-іміз 20, соңына 2-0 қосылады 2000. Енді бұл бізде қорап болғандықтан, қорапта бізде қандай фигура болады? Параллелепипед сияқты фигура, яғни бір-біріне қарама-қарсы қабырғалар бір-біріне тең болады, яғни үстіндегі размеріміз, ауданымыз астына тең. Немесе мына S2-іміз мына бетіне тең деген сияқты. Сондықтан осы үшеуін қосамыздағын 2-ке көбейтетін болсақ, бізде жалпы аудан келіп шығады. Мына параллелепипедтің толық бетінің ауданы келіп шығады, былайша айтқанда. Енді алайық, S общий тең үшеуін қосып 2 көбейтеміз, 2 жерде S1 плюс S2 плюс S3 болады. Ол да тең болады 2 көбейту жақша ішінде 1500 қосылған 1200 қосылған 2000 тең болады. Енді 1500-ге 1200 қоссақ 2700, 2700-ге 2000 қоссақ 4700, 4700-ді енді 2 көбейтеміз. 2 көбейту 4700 болады. Тең болады. Так, 0, 0, 7 жерде 2-іміз 14, 14, 2 жерде 4-іміз 8, болады тағын бағанағымен 9400-ге тең болады, 9400. Яғни біздегі сұр қаптаманың ауданы 9400 квадрат сантиметрге тең болады екен. Сыныпта 26 оқушы бар. Олардың әрқайсысы кем дегенде бір үйірмеге қатысады. 19 оқушы домбыра үйірмесіне, 6 оқушы домбыра мен қобыз үйірмесіне қатысады дейді. Тек қана қобыз үйірмесіне неше оқушы қатысатынын табуымыз керек екен. Так, бұл Ел-Ервинге байланысты есеп, Ел-Ервинге байланысты есеп. Бірінші дөңгелектер салып аламыз. Неше дөңгелек бар екендігін бірінші анықтап алуымыз керек. Бізде 2 дөңгелек бар екен, не үшін 2 дөңгелек? Өйткені бізде 2 үйірме бар. Домбыра үйірмесі, қобыз үйірмесі болғандықтан 2 дөңгелек салып аламыз. 2 дөңгелек саламыз. Біреу, не анда 2. Так, мына дөңгелегіміз салып санайған. Жөндеп салайық. Мына біреу, 2.
мына домбыра болсын, мынау қобыз үйірмесі болсын, иә. Дөңгелектер салып болғаннан кейін істейтін жұмысымыз, біз есепті көбінесе соңынан бастап оқитын едік. Соңынан болғанда бірінші болып ортаға жазылатын. Екеуіне де тиесіліден бастап жазылатын. Екеуіне домбыра мен қобызға да баратын 6 оқушымыз бар екен. Осылар жазып аламыз бірінші. 6-ы екеуіне де қатысады. Содан кейін 19 оқушы домбыра үйірмесіне дейді. Домбыра үйірмесіне 19 болса, 19 болатын болса, 6-ауын жазып қойдық біз уже мына жерге. Мына дөңгелекті былайынан алып қарайтын болсақ, мына домбыраның ішіне кіріп тұр. Сондықтан ортасынан алып тастаймыз. 19-дан 6-ны алып тастаймыз. Әрқашан ортасындағы мына келесілерінен алып отыратын боламыз. Енді қобыз үйірмесіне неше оқушы қатысатындығын табуымыз керек. Тек қана қобыз үйірмесіне x оқушы қатысатын болса, тек қана қобыз үйірмесіне x оқушы қатысады деп алайық. Егер жалпы қобыз үйірмесіне x оқушы қатысады деп алатын болсақ, ол кезде x-тан 6-ны азайтамыз. Қазір біз тек қана қобыз үйірмесіне қатысатындарды x деп алдық. Так, мына жерге жазып қояйық. Бізге солар табу керек, дұрыс па? Тек қана қобыз үйірмесіне дейді. Тек қана қобыз үйірмесіне қатысатындарды x деп алдық біз. Қобыз үйірмесіне қатысатындарды x деп алғанымызда мына жерде x минус 6 болу керек еді. Түсіндіре алдым ғой? Түсінікті болса, әрі қарай кеттік. Енді осылардың барлығын қосатын болсақ, бізде жалпы оқушы келіп шығады. Яғни жазамыз. 19 минус 6 қосылған мына жердегі 6, оған қосамыз мына жерде x-ті. Қосатын болсақ, бізде жалпы оқушылар келіп шығады. 26 оқушы бар. Так, минус 6 мен плюс 6-ны қысқартып жіберейік. Сол кезде 19 плюс x тең болады бізде 26-ға. Болса, бұл жерден x табатын болсақ, 26-дан 19 азайтамыз, 7-ге тең болады. Яғни, бізде тек қана қобыз үйірмесіне қатысатын оқушылардың саны 7 штук екен. 7 штук. Жауабымыз 7 болады. Ал егер бізден сұрайтын болса, тек қана домбыра үйірмесіне қатысатын оқушыларды сұрайтын болса, ол кезде не деп жауап береміз? Олардың саны 19-дан 6-ны азайтатын болсақ, 13 болады. 13 тек қана домбыраға қатысады. Сосын 6 штук оқушымыз домбыраға да, қобызға да қатысады. Сосын 7 штук оқушымыз бізде тек қана қобыз үйірмесіне қатысады. Сол кезде осылардың барлығының қосындысы бізде қайтты неше болып шығады? 26 оқушы болып шығады. 25 адамның орташа бойы 1,162 метр. Олардың арасынан бойы 1,5 метрге тең адамды алып тастаса, қалған адамдардың орташа бойы нешеге тең болады? Математикалық статистикадағы орташа деген тақырып. Орташаны табу формасын жазып алайық бірінші. Орташамыз тең болады общий бөлінген n-ға. Яғни общий дегенімізде жалпы 25 адамның бойларының қосындысы, n дегеніміз 25 адам. Енді бізге орташа беріліп болған, n беріліп болған общий табымыз керек. Осы жерден общий табатын болсақ, мына бөлу болып тұрған n мына бетке көбейту еді. Сол кезде орташаны көбейту керек болады n-ға. Осы формула қоямыз. Общий 1 деп алайық. Не үшін общий 1? Бізде екі жағдай бар. Біріншісі 25 адам кезіндегі жағдай, екіншісі бір адам шығып қалғаннан кейін, яғни 24 адам қалғандағы жағдай. Бірінші общий 25 адам бар кезіндегісін есептейік. Ол кезде орташа бойымыз 1,162-ге тең болған екен, адамдар саны 25-ге тең болған. Екеуін бір-біріне көбейтеміз. Так. 1,162-ні көбейтеміз 25-ке. 40,5, 40,5-ке тең. Енді общий 2-ні табамыз. Общий 2-міз енді 21 адам шығып қалған екен. Бағанағы бойы 1,115 метрге тең адамды алып тастағаннан кейінгі жағдайды қарастырамыз. Оны қарастыру үшін біз общий 2-ні қалай табамыз? Общий 1-ден азайтамыз бағанағы түсіп қалған бір адамды, яғни соң бойын 1,5 метрді. Сол кезде бізде қалған 24 адамның бойларының қосындысы келіп шығады. 40,5-тен азайтамыз 1,5-ті. Сол кезде бізде шығады
39, ya. 39 метрге тең екен. Бұл 24 адамның бойларының қосындысы. Енді солардың қалғандарының орташа бойын табуымыз үшін бағана мына формулаға келіп қоямыз. Орташаны табуымыз үшін не істейміз? Общийді, яғни 39-ды 24 адамның бойларының қосындысы 39-а тең болды ғой. Бөлеміз 24-ке. Жалпы 24 адам болғандықтан. Так, мынаны өшіріп тастаймыз. 39-ды бөлеміз 24-ке. 1,625 метрге. Қалған 24 адамның бойларының орташасы 1,625 метрге тең болады екен. 8-ші сынып оқушы қыздарының бойы берілген. Қыздардың бойларының медианасын табыңыз. Бұл да математикалық статистикаға байланысты тақырып. Медиана деген, я? Медиана дегенді қалай табатын едік? Берілген сандарды өсу немесе кему ретімен жазып, алдынан артынан өшіріп келеміз. Ең ортасында қалған санымыз бізде медиана болып есептелінеді. Егер ортасында 2 сан қалып қоятын болса, екеуін қосып, 2-ке бөлсек медианасын тапқан болып есептелінеміз. Бірінші, біз өсу ретімен жазып алайық. Ішінде ең кішісі бізде 1,3 екен, 1,3. Одан кейінгі санымыз 1,46 дедім, ме? Жоқ, 38 бар екен. 1,38. Одан кейінгісі 1,46. Одан кейін 1,48. 46, 48. Сосын 1,5 бар. 1,5. Одан кейін бізде 1,55 бар екен. 1,55. Одан кейін бізде болады 1,6. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Барлығын жазып алдық, я? Жазып алғаннан кейін бізде енді бағана айтқан алдынан біреу, артынан біреу өшіріп шығамыз. Так, біреу. Артынан біреу, алдынан біреу өшіретін болсақ, ортасында бізде 1,148 қалар екен. Біздің медианамыз тең болады екен 1,148-ге. Главный медиана деген мағынасын түсініп алайық. Берілген сандарды өсу ретімен немесе кему ретімен жазып аламыз дағын. Алдынан біреу, артынан біреу өшіріп шығатын болсақ, ортасында бір сан қалады. 1,148 сияқты. Осы санымыз бізде медианаға тең болады. Ал егер мысалы үшін мына жерде 7 сан берген кейін ортасында біреу қалады. Егер 8 сан, 6 сан берілетін болса, ол кезде ортасында 2 сан қалып қояды. Мысалы үшін 1,146 мен 1,148 ортасында қалып қоятын болса, ол кезде сол екеуіні қосамыздағын 2-ке бөлеміз. Сол кезде медианасы келіп шығады. «96 сантиметр сыммен кубтың қаңқасын жасайтын болса, пайда болған кубтың әр қыры неше сантиметрге тең болады» дейді. Оны табуымыз үшін біз кубтың неше қыры бар екендігін білуіміз керек. Біз куб туралы білуіміз керек болған заттар, кубтың жақтарының саны, жақ, немесе бет деп келеді. 6 жағы бар, я? Мынандай жақтар. Жақтарын жақ, бет немесе жақ дейміз. Осындайдан 6 штук бар. Қырларының саны, қырлары бізде 12 қыр болады. Қыр дегеніміз мынау. 2 бұрышын бірлестіріп тұратын түзулерге айтамыз. 1, 2, 3, 4 деп санайтын болсақ, осындайдан бізде 12 штук бар кубта. Сосын қыр, жақ, сосын бұрыш бар. Төбе дейміз немесе. Төбе немесе бұрыш. Мына жерлерді айтамыз, мына ұштарын айтамыз. Төбе деп. Осындайлардан бізде 8 штук бар. Мына кубта. Осы мәліметтерді біз куб туралы осы мәліметтерді білуіміз керек. Енді бізге қазір керегі мына қырлардың саны керек. Өйткені мына сым қаңқасын жасаған кезде осы қырлар қажет болады бізге. 96 сантиметрді енді біз 12 қырына бөліп беруіміз керек. Сондықтан бір қырын ұзындығын табуымыз үшін 96-ны бөлеміз 12-ге.
96-ны 12-ге бөлетін болсақ, 8 шығады, 8 сантиметр. Сонда, мына біздің кубтың бір қыры 8 сантиметрден болып шығады екен. 8 сантиметрлік куб болып шығады. Бүгін дүйсенбі және Мараттың 45 күннен кейін туған күні екендігі белгілі болса, туған күні аптаның қай күніне тура келеді? Байқаған болсақ, биылдыққа көп келіп жатқан есептердің бірі болып есептелінеді. Қалдыққа байланысты есеп, қалдық. Қалай шешеміз? 45-ті бөлеміз 7-ге. Не үшін 7-ге? Өйткені бір аптада 7 күн бар, 7 күннен кейін сол күн қайта келе береді. 45-ті 7-ге бөлетін болсақ, бізде 6 шығады, 42, неше қалдық қалады? 3 қалдық қалады. 6-дан 3 қалдық қалады. Енді 3 қалдық дегеніміз, бұлай жазбайық. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, мынаяқта жексенбі болсын, 6 дегеніміз 6 рет осы күнге қайтадан келеді. Яғни дүйсенбі күніне қайта-қайта келеді 6 рет. Содан кейін мына бітеді. Бітіп, енді 3 қалдық санаймыз біз. 1, 2, 3 дейміз. Значит, сәрсенбі күні болар екен. Біздің Мараттың туған күні аптаның сәрсенбі күніне тура келер екен. 45 күннен кейін. 777-ның 778 дәрежесінің соңғы цифрын табыңыз дейді. Дәрежеге байланысты есептер. Бізде дәрежеде 3 категорияға бөлеміз. 777-ның 78 дәрежесі болатын болса, бірінші оны істейтін жұмысын мына 77-ні өшіріп тастаймыз. 7-ның 778 дәрежесін табуымыз керек. 7 деген бізде үшінші категория. Үшінші категорияда не істеуіміз керек болады? Дәрежесін 4-ке бөліп, шыққан қалдықты дәрежеге әкеп қоямыз. Бірінші істейтін жұмысымыз 78-ді бөлеміз 4-ке. 78-ді 4-ке бөлетін болсақ, бізде болады. 7-ның ішінде 4-тен 1 рет бар, 38-дің ішінде 4-тен 8 рет бар. 32 болаттағын 2 қалдық қалайық екен. 2 қалдық. 2 қалдық деген сөзіміз мына жерде 7-ның екінші дәрежесі болады деген сөз. Түсінікті, неше қалдық қалады, соны дәрежеге әкеп қоямыз. Сол кезде 7-ның екінші дәрежесі бізде 49, 9-бен аяқталады деген сөз. 777-ның 78-ші дәрежесінің соңғы цифрасы 9 болады. Егер фигуралар төмендегі реттілікпен орналасқан болса, 50-ші номерде тұрған фигура дейді. Тағы да қалдыққа байланысты есеп. Бірінші, мына фигуралар әр неше фигурадан кейін қайталанатынын тауып аламыз. Мына жерде квадрат, ромб, үшбұрыш. Квадрат, ромб, үшбұрыш. Яғни әр 3 фигурадан кейін қайталанып жатыр, соны біліп аламыз бірінші болып. Содан кейін мына жерде әр 3-ден кейін қайталанып жатыр. Оны білгеннен кейін бізге общий 50-шісін табуымыз керек. 50-шісін табу үшін 50-ді 3-ке бөлеміз. 5-тің ішінде 3-тен 1 рет бар, 20-ның ішінде 6 рет бар. И 2 қалдық қалады. Бізге 16 шыға ма, 20 шыға ма, ол қызық емес, бізге қалдық керек болады. 2 қалдық болатын болса, бұлайдан санаймыз. Бірінші, екінші деп 2-ге кеп тоқтаймыз. Значит, біздегі мына жердегі 50-ші тұрған фигурамыз ромбқа тең болар екен. Ромбқа тең болады. Тікбұрышты параллелепипедтің бір төбесіне ортақ 3 жағының аудандары 30, 54, 45. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз. Бізде тікбұрышты параллелепипед деп алайық. Тікбұрышты параллелепипед. И осылардың аудандары берілген. 30 мысалы үшін, 30 деп алайық. Мына бетін 45 деп алайық. Мына бетін 54 деп алайық. Енді бізге табу керек екен
тікбұрыш параллелепипедтің көлемін табуымыз керек екен. Көлемін табу формуласы енini, ұзындығыны, бойыны бір-біріне көбейтеміз. Осы формула қоямыз. Енді бізге мына қабырғасын А деп алайық, мына қабырғасы Б болсын, мына қабырғасы С болсын, иә. Енді мына әр қабырғасы бізде не қандай фигура? Тік бұрышты төрт бұрыш, иә. Тік бұрыш төрт бұрыштың ауданын табу формуласы А көбейту Б, яғни енінің ұзындығына көбейтеміз. Екі қабырғасын біріне көбейтеміз, да. Енді мына жерде алайық. 30-ды табуымыз үшін не істейміз? А-ны көбейтеміз, Б-ға тең болады 30-ға. Келесі, мысалы үшін А-ны С-ға көбейтетін болсақ, А же С-ға көбейтетін болсақ, 54 шығар екен. Сосын енді мына жерде не қалды? Б көбейту С қалды. Тең болады 45-ке дейді. Осылай болатын болса, мына жерден біз Б-ны тауып аламыз. Б-ны табуымыз үшін мына бетте 30 тұр, 30 алдына көбейту тұрған А-ны мына бетке бөліп өткізіп жібереміз. 30 бөлінген А-ға тең болады. Енді мына жерден С-ны табатын болсақ, С-мыз тең болады 54 бөлінген А-ға. Мына көбейту А-мыз мына бетке бөліп өтеді. Енді Б мен С-ны тауып алдық, мына жерге әкеп қоюымызға болады. Бұл жерге әкеп қоятын болсақ, яғни Б-ның орнына не қоюымызға болады? 30 бөлінген А-ны қоюымызға болады. 30 бөлінген А көбейтілген С-ның орнына не қоямыз? 54 бөлінген А-ны. Так, 54 бөлінген А-ны қоямыз. Тең болады. Сол кезде нешеге? 45-ке тең болар екен. 45-ке. Енді мыналарды көбейтетін болсақ, үстінде 30 көбейту 54 қалады. Астында А-ны А-ға көбейтсек А квадрат тең болады 45-ке. Енді мына жерде А квадрат мына бет теңдікті мына бетіне өткізсек көбейту өтеді. 45-ті мына бетке өткізетін болсақ, екеуінің орнына ауысады. Былай ауыстыруымызға болады. Сол кезде біздің А квадратымыз тең болады. Мына жақта 30 көбейту 54 бөлінген 45-ке. А квадрат пен 45-дің орнына ауыстыруға болады теңдіктің шартына. 30 бен енді 45-ті қысқартамыз 15-ке. Мынау 3-ке тең болады. Мынауымыз 2-ге тең болады 15-ке бөлсек. Енді 54 пен 3 тағы да қысқарады. Мынау 1, 54-ті 3-ке бөлетін болсақ, 5-тің ішінде 1 рет бар, 24-тің ішінде 8 рет бар. Так, тең болады. Енді үстіне 2 мен 18 қалды. Екі жерде 18-іміз 36-ға тең болады. Бұл А квадрат. Бізге А квадрат емес, А-ның өзі керек, иә. А квадрат 36-ға тең болатын болса, А тең болады 6-ға. Яғни біздің мына А қабырғамыз 6 сантиметрге тең екен. Енді бізге не істеуге болады? Б мен С-ны табуға болады. Бізде Б-мыз тең болады енді мына жерден 30 бөлінген А 6-ға тең болғандықтан 36-ға бөлетін болсақ, тең болады 5 сантиметрге. Б 5 сантиметр екен. Енді мына жерден С-ны табуымызға болады 54 бөлінген 6. 54-ті 6-ға бөлетін болсақ, 9 сантиметр болады, иә. Енді біз көлемін табуымызға болады. В тең болады сонда. А дейді. А-мыз 6-ға тең. Көбейтілген Б дейді. Б бізде 5-ке тең болды. Көбейтілген С дейді. С-мыз бізде тең болды 9-ға. Енді 6 жердегі 5-іміз 30. 30-ды 9-ға көбейтетін болсақ, 3 жердегі 9-ымыз 27. Соңына 0 қосылады. 270 куб сантиметр болады екен. Біздің берілген тікбұрыш параллелепипедтің көлемі. Назарларыңызға рахмет. Сонымен бүгінгі есептеріміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.